оқушылар, бүгінгі күндеріңе тек қана сәттілік тілеймін. Орындарына жайғасыңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын ең бірінші мен сендерді ең алдымен 4 топқа бөліп алдым. Топтарды әншілер тобы, күйшілер тобы, сазгерлер тобы және ақындар тобы деп 4 топқа бөліп алдым. Себебі оның жауабы біздің сахнамызда тұр. Балалар, қарай қойыңдар. Ең бірінші кейіпкеріміз кім? Қалдаяқ. Ол кісі кім? Сазгер. Дұрыс айтасыздар. Келесі. Әсет Найманбаев. Ол кісі кім? Ақын, әнші, сазгер. Ағайлы Тұманбаев. Ақын, сазгер, әнші. Келесі кейіпкеріміз ол кісіні сазгерге жатқызамыз ба? Жатқызамыз. Ақынға жатқызамыз ба? Жатқызамыз. Және әнші орындаушыға да жатқызамыз. Балалар, келесі кейіпкеріміз кім? Күйші. Яғни біздің осы кісілердің қараңдар, барлық шығарған әндеріне, күйлеріне, барлық шығармаларына байланысты біз бүгінгі сендерді осындай 4 топқа бөліп отырмын. Енді балалар, ағарай, маған үй тапсырмасын кім айтады? Үйге қандай тапсырма берілді? Ильяс айта ғой. Ол Арманай әнін жаттап, және де интеллектуалды музыка тақырыбын оқып толықтай мазмұн беру. Өте жақсы, дұрыс айтасыз. Енді балалар, үй тапсырмасын сұрау үшін сұрақ-жауап әдісін электронды тақтаның көмегімен арнайы санды таңдау арқылы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ең бірінші үй тапсырмасы мен әншілер тобынан сұрағым келіп отыр. Кәлима бастайды. Үшінші санды. Үш санды таңдап отырсын, иә? Электронды музыкаға үлес қосып жүрген заманауи сазгерлерді ата. Ақтоты Райымқұлова, ары қарай? Бестібаев. Иә, тағы да қандай сазгерді білесің? Топ қой. Ирина Қайрат қызы, таңда. Азизхан. Шекербек, иә? Үй тапсырмасын жаңа демайып берді. Жақсы, Кәлима, саған рахмет. Тобың саған кішкене көмектесті. Келесі бізде ақындар тобынан кім жауап береді? Кім жауап береді? Нұрислам, бірінші сұрақты таңдап тұр. Хаус дегеніміз не? Айта ғой. Хаус дегеніміз ол электронды музыкаға жататын би қимылдарының бірнеше рет қайталанылған музыка түрі. Қайталануына қойған музыкалы шығарма. Өте жақсы, өте дұрыс жауап. Мінекей саған мен бір стикер беремін. Келесі, сазгерлер тобынан кім үй тапсырмасына жауап береді? Қамшат жауап берсін. Жеті. Арманай қалғаны жаттамалы. Өте жақсы. Қалғаны дегеніміз балалар, бұл қандай әні сонда? Оның авторы ұмытылған және де оның халық өзі баяғыдан бері айтып заманнан заманға айтып келе жатқан өлең. Әндерді халық әндері деп айтамыз. Өте жақсы, толығымен жауап берді. Келесі күйшілер тобынан кім жауап береді? Асылай, айта ғой. Техно дегеніміз не? Бұл табиғаттағы үдерістің, яғни машина дыбысына ұқсас дыбыстар қандай сонда? Синтетикалық шулы дыбыстар көбіне естілетін музыканың бір түрі. Не деп айтады екенбіз? Техно. Мен сенің сұрағыңды толықтырғым келіп тұр. Техно музыкаларды біз қай жерден естиміз? Тағы қай жерде де естиміз? Көңіл көтеретін жерлерде кездестіріп екенбіз. Өте жақсы жауабыңа. Келесі. Саған да стикер, соңында жинап отырасың. Стикердің санына қарай мен сені бағалап отырамын. Келесі. Ақындар тобынан. Кім шығады? Күйшілер тобынан дейді. Ақерке. Ақерке 2. Интеллектуалды музыка дегеніміз не? Ол құрылымы терең, ырғақты музыка. Мағынасы қандай? Құрылымы күрделі сен шатасың мағынасы.
терең, күрделі, ойлы. Нені айтамыз? Қандай шығармаларды? Музыкалық шығармаларды айтамыз. Мен саған көңілсіздеу стикер беремін, кішкене жауабым болмай қалды. Өте жақсы. Әншілер тобынан бір бала жауап берсін, содан кейін арға ержігіт. Заманауи электронды музыканың бағыттарын атап, өте қызықты сұрақ екен, иә? Бұны біз білеміз. Жаңағы өзіміз өткен сабақта өттік қой, дұрыс, хаус, техно, дұрыс, сосын транстарда драма, жаз деген, яғни көптеген бағыттар. Соның ішінде біз 7 түріне тоқталған болып, ержігіт саған кішкене ренжіп тұрған стикерді, бірақ өте жақсы, рахмет. Енді балалар, ары қарай біз үй тапсырмасын сұрауды жалғастырамыз. Егер мен сендерге арманай ән берген болатынмын. Балалар, біз ән айтпайсыз бұрын ең бірінші дауысымызға дауыс жаттығуын жасап аламыз. Солай емес пе? Балалар, қолыңыздан тұрайық. Арнайы буындар арқылы дауысымызға жаттығу жасап барып, үй тапсырмасындағы арнайын орындайтын боламыз. Маған мұқият сіздер салып тыңдаңдар, содан кейін қайталайсыңдар, иә?
әншілік мәдениетімен, өмірімен танысады екенбіз. Балдар, Әсет Найманбаева. Қазір осы кісінің өте көптеген әндері біздің халық аузында кеңінен таралған. Ақан сері деген біздің дәстүрлі әншіні білесіңдер, сонымен қатар Біржан Сал, осы кісілердің әншілік мектебін жалғастырған бірден-бір тұлғамыз Әсет Найманбаева. Және бұл кісінің көптеген әндері бар екен. Ең бірінші кітаптарында балалар ашыңдаршы, 107-ші бетте Әсет Найманбаева туралы көптеген мәліметтер бар екен. Қай өңірде дүниеге келген екен Әсет Найманбаева? Әсет Найманбаева яғни 19-шы ғасырда өмір сүрген ұлы дәстүрлі әнші екен. Ол кісінің үлкен ардақ, кіші ардақ, қара көз мақпал, ағашан, мәлтарай деген тамаша әндері бар екен. Осындай әндерінің бірі халық арасына кең тараған біздің дәстүрлі әншілеріміз Ерлан ағамыз, Рамазан ағамыз көптеп орындап жүрген Інжу Маржан әнін қазір тыңдап көрейік, балалар. Әннің несі қандай екен, жылдамдығы қандай екен, сіздер салып тыңдаймыз, кішкене арасында тыңдаймыз. Қазақстанның халық әртісі болған өзі сазгер, өзі әнші, Дәнеш Рақышев аталар екен балалар. Бұл кісінің де, бұл кісі мына өзіміз жаңа ғана көрдік қой. Әсет атамыздың, Біржанның, Ақан серінің барлығының әндерін біздің заманға жеткізуші бірден-бір ұлы тұлға екен. Ол өзі кішкентайынан ән айтқанды жақсы көрген екен. Отбасынан дарған екен, ол кісіге әншілік өнер. Енді балалар, осы жерде әндері өте көп орындаған. Дәнеш Рақышевтың Қасым Аманжоловтың Өзім жайлы деген әні бар. Мен соның бір шумағын сендерге орындап берейін домбырамен. Бұл кісінің дәстүрлі әнші. Отырамыз. Қалған сияқты болып кеттім ба? Сен
сендерге жақындап отырайын. Дәнеш атамызды зерттейтін боламыз. Бірінші тапсырма аяқталмаған сөйлем әдісі. Балалар, бұл жерде мен мысалға бір сөйлемді бастағанмын, сендер Әсет атамыз туралы не білеміз, соны топпен бірге жұмыс жасап, осы жұмысты маған тез-тез толықтырып, қаламсаптарымен жазасыңдар. Келесі сендерге де аяқталмаған сөйлем әдісі, бірақ сендер Дәнеш Рақышевты. Біз кімді? Әсет Найманбайұлын тез-тез барлық қасиеттерін жазу арқылы мен жазған сөйлемді толықтырасыңдар. Сендерге көмекке кітаптарым келеді, бұл жерде. Мінекей балалар, тез-тез ашамыз. 2-3 сөйлемнен ғана. Келесі топқа мен адасқан сөздер деген әдісті беремін. Бұл жерде яғни сөйлемдердің орнына ауысып кеткен, осы адасқан сөздерді сендер орындарына қою арқылы Дәнеш Рақышевтың келбетін ашасыңдар. Әрқайсысында бір-бірден аламыз, балалар. Топтық жұмыс бұл бізде. Тезірек ашамыз. Бірінші жауап береді. Мынандар неге жауап қойдың? Әрқайсысына бір-біріне қараңдар. Тезірек жазып шығамыз. Жазамыз ручкамызды. Бір сөйлем, екі сөйлемнен ғана жылдан кітап арқылы, Дәнеш Рақышев кім екен? Әсет Найманбайұлы кім екен? Қай топ болды екен балалар? Сөйлемді аяққа Дәнеш Рақышевтың қысқа-қысқа 3 сөйлем 2 сөз қосып жазабай болды. Қандай шығарма жазған? Жақсы деп балалар бір көріп шығайын. 1-2 деп төбесіне қойып шығасында, сөйлемді құрастырып шығасындар. 1-2 деп төбесіне қойып шығамыз. Мына жерге 1-2-3-4 деп бірінші сөз қайдан басталады, сонымен нөмерлеп шығамыз. Мына жерде 1-2-3-4 нөмерлеп шығамыз. Тезірек енді дайын болған топтан бастап 4 баладан сұрап шығайын. Кәлима, оқи қой. Сенің тапсырмаң қандай еді? Аяқталмаған сөйлем. Дауысын шығар, қаттырақ оқи қой. Әсет Найманбайұлы ақын, әнші, композитор. Әсет Найманбайұлы Топ тыңдаймыз. Үнжу Маржан, Мақпал, Қарагөз өлеңдерін шығарды. Әсет Найманбайұлы Шығыс Қазақстан, Үржар ауданы Бақты ауылында туылды. Өте жақсы. Осы пәтер қайталанбайтын тағы пәтер жұмыс бар, толықтырамыз. Кімде бар?
Қане, оған дейін келесі тобымыз кімде дайын? Ақындар тобынан Ақсезім оқи қойсын. Сенде де аяқталмаған сөйлем әдісі болатын. Сенде сұрақ, Дәнеш Рақышев туралы айтамыз. Қазақ әртісі мөрт аралады иесі. Дәнеш Рақышев саясында Алманың Балжаннан жетісу әндер жинағында әндер шығарды. Жақсы, келесі сөйлем кезек. Алматы облысы Панфилов ауданы, Талды ауданында Дүниеге келген. Өте жақсы. Қоспаларыңыз бар ма? Қоса қой. Апай. Кім қосады? Жақсы, келесі топ қайсың дайын? Ер жігіт қоса қой. Сенде? Найманбайұлы. Ақын, сазгер, әнші. Өте жақсы. Сен атамыздың шығармашылықтары, шығармалар Маржан, Інжу Маржан, Үлкен Ардақ және Мақпал. Өте жақсы, ер жігіт жарайсың. Сендерді бағалауға ұмытып кетіп жатырмын. Мынау өте көңілді стикерлер. Сен жауап бермедің ғой. Сен жауап бергенде берем. Мына жерде сен жауап бердің. Мына жерде енді келесі кім тағы да? Қайда қалды бізде жауап бермеген? Ақындар тобынан айтамын. Дәнеш Рақышев есімі барша халыққа, өнерсүйер қауымына кеңінен таралған сазгер ақын. Дәнеш Рақышев саясында қалған жетісу, Балжаны, Соға келтеген шығармалары бар. Дәнеш Рақышев Панфилов ауданы Талды ауылында дүниеге келген. Өте жақсы, Нұрислам жарайсың. Келесі сазгерлер тобынан кәмшат айта ғой. Біз бірінші сөйлемде барлығы шатасып кеткен, және біз соларды әрқайсысы орындары ауысып кеткен екен, иә? Соны орнына қойып шықтық. Топтық жұмыс, иә? Дәнеш Рақышев қарапайым өмір кешкен адам, Қазақстан Республикасының әртісі, халық әншісі, сазгері. Екіншісінде тыңдаймыз балалар. 10 жасынан көзге ілінсе, 15-де өлең айтып, бала сері атанышты. Әуелі сырнай тартып, ән салса, кейін бір жолы домбыраға ұлыпты. Өте жақсы. Топтық жұмысты бәріміз бірге жасадық қоя балалар. Менің байқауымша. Мешкей санам бердім. Ашат санам берем. Мына жігіттер әлі жазып жатыр екен. Балжан жасына жақтайтын Саяна ма? Саяна. Тез-тез қысқа ғана. Өте жақсы Саяна, жауабың керемет. Жақсы, күйшілер тобынан Ильяс ал оқи ғой. Әсен Серпілер шұғыланған көп беріп ең адалдық шығармаларындағы тақырып. Екіншісі ақынның қисамол мұраларының дастандар бірі. Ақынның мол шығармаларының бірі қисса. Сөздердің орын ауысып кеткен ғой, орнына дұрыс қоймай тұрсың ғой сен. Қисса, дастандар. Мол шығармалардың бірі қисса, дастандар болып келу керек болатын сөйлем. Міне, көңілсіз жүрсін бердім. Отыра ғой, Ильяс үшіншіне тез жауап бере ғой, болды ары қарай жұмыс. Өлеңге әуестігі байқалады. Ильяс өте жақсы. Мінекей тез-тез оқиға әдетке. Жастайынан әнге әуестігі байқалған екен. Әдеткемен кім жасады бірге? Айым екеуміз стикер. Жақсы балалар, бұл арқылы біз Дәнеш Рақышев пен Әсет Найманбайұлының шығармашылығын толыға таныстық деп айта аламыз. Балалар, енді мына жерде енді балалар, бүгін біз қарай қойыңдар. Тақырыбымыздың өзі қандай? Жан жадыратары әуен деп тұр. Яғни біздің жанымызды әнмен қоса тағы не жадыратады? Әдемі сөздер, тағы да иірімді тілектер, күйлер, яғни адамды қолдан қошеметтеп сөз арқылы көтермелесе, біздің де жанымыз жадырайды екен. Олай болса біз енді эстрадалық ән өтіп жатыр.
жатырмыз, иә. Жан-жақтағы әуен өтіп жатырмыз. Сондықтан бүгін біз өздеріңе танымал алғыс әнін сендерге үйреткім келіп отыр. Бірінші тыңдап алайық, содан кейін әнді үйренеміз. Балалар, көңіліңізді көтеру үшін кеудеңізді көтерейік, қолыңызды тізеңізге қоямыз. Бір шумағын қайырмасын айтайын. Бірге үйренеміз.
диаграммасы арқылы осы екі тұлғаны салыстыруға береді. Ең бастысы екеуі де әнші, екеуі де ақын, екеуі де сазгер. Әншілер тобы, ең бастысы бұлардың ұқсастықтарын ғана атап өтті. Келесі топтың жұмысын алайын, мен соңында жұмыстарымен қосылайтын боламын. Келесі қай топ? Ақындар тобы. Шығыс Қазақстан Талды ауылы бұл дүниеге бұл үнді жылға түсіп, әндері жүргізу балаларға саңғар кетті. Газетмен Мәнәмбайұлы шығыс түрік Түркістан сазгер әндері кіші ардақ үлкенлерді әндері болады. Және Ожам Теодекет әнші орындаушы композитор Шанмал Амал әндері өте мағыналы. Одан басқа қандай ең басты айырмашылығын табады деп қалады. Тек қана осылар, олар өнер әнші. Екеуі де өнер ғой. Жақсы, рахмет. Сендерден ең бастысы ұйымдастықтар. Әрине туған жерлерінде ғана айырмашылық болса, басқа жағынан бұлда ұқсап тұр. Солай ғой, келесі. Әдемілік үшін мынау әдемия. Жақсы, жарайды. Күйшілер тобы, жаңағы неміз қайда? Күйшілер тобы, қарайыз. Тез-тез. Рақышев Жетісудың бұлбұлы атанған Қытайда өнер бастаған халық артисі, 100-ге тарта өлеңі бар, 13 жасында домбыра ұстап ән салған. Ол адам сүйіп жатқан, мектепті дартқан, айтыс жанарында көзіне қараған көптеген қыздармен танысқан. Ұқсастықтары композитор, ақын, сазгер, әнші, нағыз құмарталақтың өздері. Ең басты ұқсастықтары Екеуі сазгер, әнші, нағыз құмарталақтың өздері. Өте жақсы. Өте жақсы. Жұмыстарына менің де көңілім толды. Рахмет. Отыра қойыңдар қазір соңында мына стипендияларды тапсыратын боламын, сендерге. Ары қарай екі топтың қараймыз ба? Екеуі. Жақсы. Алла, рахмет. Енді осы жерде мен бүгінгі жаңа тақырыпты бекіту үшін тағы қызықты ойын көрсетіп отырмын. Менің қолымдағы сиқырлы қорапша деп айтсам болады. Осы жерге кез келген бір баланы шақырамдағы мен өзім сұрақ қойып, және оған сендер жауап беретін боласың. Ақерке келе ғой. Ішіне не таңдайсың, соған байланысты мен сұрақ қоямын. Мына мен былай ұстау керек емес, кешірім сұраймын. Қазақтың киіз үйі шығып тұр екен. Мен саған сұрақ қойғым келіп тұр. Бүгінгі сабақта не үйрендің? Мен бүгінгі сабақта интеллектуалды музыканы үйрендім. Және Рақышевтың
өнермен таныстың, және деген тақырып саған түсінікті болды, өте жақсы, рахмет. Келесі, Кәмшат келе ғой, екі баладан ғана сұрайын. Өте жақсы. Енді түйенің сұрағы, саған бүгінгі сабақтан не ұнады? Маған бүгінгі сабақтан осы тақырыптар үйренген ұнады, және де сол тақырып туралы жұмыс шешкен ұнады. Содан соң біз бүгін әртүрлі екі сазгерлерді үйрендік және өзімізге өте көп білім алдық. Өте жақсы, рахмет. Және балалар, сендер жаңа топтық жұмыс жасағанда екі ақынды, екі дәстүрлі әншіні салыстырыңдар деді. Олардың ең басты айырмашылығын мен сендерге нұсқалып өтейін. Дәнеш Рақышев, мен қараңдар, Әсет Найманбаев атамыз 1800, яғни 19 ғасырда өмір сүрсе, ол кісі Молдадан білім алған екен. Ал Дәнеш Рақышев атамыз біздің әкелеріміздің замандасы 20 ғасырда өмір сүргендіктен, ол кісі Молда танып, сауатты түрде білім алған кісі екен. Ең басты айырмашылығы деп көрсете және басқа ерекшеліктердің барлығы бір-біріне ұқсас болып келеді екен. Енді балалар, бүгінгі сабақта мен балалардан келесі сабаққа мен сендердің қалай білім алғандарыңды білу үшін мен сендерге арнайы білім шамдарын таратқым келіп тұр. Әрқайсыңа бір-бірден осы жерге мынаны мен не білдім, жаңа екі бала үлгі ретінде айтып берді ғой, мен не үйрендім және болашақта мен не білгім келеді, соны тез-тез өз пікірлеріңді тез бір сөйлем, екі сөйлеммен ғана жазып осы жерге, және сендерге не ұнамады, не түсініксіз, әлі де қандай сұрақтар қалды, жетпесе тағы айта қойыңдар. Атына жазамыз. Бәріне жетті, Тез-тез. Тез-тез жазамыздар. Мына жерге маған келі, мына жерде мені әдейі әртүрлі биіктікте жіптер қыстырып қойдық. Осыған ал келіп, жаңағы әуе шалғарын білетін боласыздар. Жанды жадыратар әуен деген жаңа тақырыбымызда біз дәстүрлі әнші, бұлбұл көңілі әнші Әсет Найманбаевты және Дәнеш Рақышевтың өмір жолымен, шығармашылығымен таныстық. Енді балалар, бұл біздің ұлтымыздың, қазақ халқымыздың музыкасының дәстүрін жалғастырушылар, заманға жеткізуші тұлғалар деп айта аламыз. Балалар, бүгінгі заманда біз ұлттық музыкамызды, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу мақсатында ең бірінші нені білуіміз керек? Қажырлы ұлттық музыкамызды білуіміз керек, дәстүрлі әншілік өнерімізді білуіміз керек және осындай әнші бабаларымыздың өмірін, шығармашылығын жете білуіміз керек. Балалар, осымен мен бүгінгі сабағымды қорытындылаймын. Сендерге үлкен рахмет. Енді балалар, сендерге үйге тапсырма ретінде жаңа тақырыпты, яғни екі кейіпкерімізді оқып түсінік айтамыз. Дәнеш Рақышев пен Әсет Найманбаевның әндерінен сөз жұмбақ жасаймыз және алғы сәннің сөзімен жаттап келеміз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар балалар. Енді Алматы қаласы Алатау ауданы нөмірі 26 жалпы білім беретін мектептің бүгінгі таңда 39 топтан құралған 5 сабақты зерттеу әдістерін жұмыс жасайды. Осындай негізгі пәндердің арасынан өзінің орнын ойып алатындай эстетикалық пәндердің ішінде музыка пәнінің де өзінің жеткен жетістіктері ауыз толтырарлықтай өте көп. Әбу-Насыр әл-Фараби ғалым музыка өзінің байсалдылығынан айырған адамдарды түзетуге, қызба адамдарды қалпына түсіруге, байсалды адамды ылғи да бір қалыпта ұстауға құдіреті әрден жетектеген. Бүгінгі таңда оқыту мен тәрбиелеуге, білім алушыларды сабырлыққа, шығармашылыққа тартуда, сондай-ақ баланың бойына
жаңағы құндылықтарды сіңіре отырып тәрбиелеуде музыканың жаңағы қосар үлесі өте зор. Мектептің даму жоспарына сүйене отырып, біз жаңағы Listen Study сабақты зерттеу әдісін 6-шы сыныбымен жаңағы бастадық. Алғашқы бірінші циклда балаларымыздың жаңағы білім алушылардың бойынан өте шыдамсыздықты және де музыкаға ырғағына салмаушылықты анықтадық және қызығушылықтың жоқтығын анықтадық. Ата-анасымен жаңағы сұхбаттаса келіп, ата-ананың жаңағы баласының бойынан 8 өнерді тапқысы келетіндігін және де балалардың өнері болатындығын қалайтындығын жаңағы анықтадық. Сонымен біз пән мұғалімі Елбергенова Анармен бірлесе отырып жоспар құрдық. Бұнда жаңағы Анардың да әртүрлі сабақтарға түрлі әдіс-тәсілдерді пайдаланып, жаңағы балаларды барынша өзінің тәжірибесіне сүйене отырып, түрлі әдіс-тәсілдермен сабақты қызықты деңгейде өтелді. Әрине, азды көпті кішкене мақсатқа жету барысында балаларды қызықтыру арасында жаңағы азды көпті кемшіліктер болды. Ал сабағымыздың жаңағы зерттеу жұмысымыздың 2-ші циклында біз өз нәтижемізге жете алдық. Ұлы композитор қазақтың жаңағы академик ғалымы Ахмет Жұбан музыка жас адамзаттың ішкі дүниесін байытуға, әр дәуірдегі қоғамдық өмірдің түрлі құбылыстарын дұрыс түсінуге көмектеседі деп өз еңбектеріне атап жазып кеткен. Олай болса, бүгінгі қоғамның сұранысына орай музыка пәнінің де білім алушыларды тәрбиелеуге қосатын үлесі өте зор дейміз. Болашақта біз осы Listen Study жұмысымызды ары қарай жандандырып, әрі де келесі топтарда өзіміздің шығармашылықтарымызға сүйеніп, көптеген қызықты сабақтарды өткізуді қолға аламыз деп жоспарлап отырмыз. Рахмет.